Феникс, Аризона. Американың ең ыстық жерлерінің бірі. Бұл жердегі бар нәрсе ол өндіріс пен шөл. Осы жерде UFC-дің жоғарғы деңгейлі жауынгерінің бірі Джаред Канонира өмір сүреді. Менің мінекей неше түрлі тастарым бар. Әр тастың өзінің бір энергиясы болады. Осы кристалдардан өзіме қуат аламын. Бұлар біздің жердің бір бөлшегі ғой. Мені жермен тікелей байланыстырып тұратын да осы тастар. Мен айтып өткендей көп тасым бар. Сол тастардың барлығының қуаты менің бойыма сіңген. Сен менімен төбелессең, мендегі барлық күшті кәдімгідей сезінетін боласың. Канонира аралас жекпе-жектегі ең қызықты жауынгерлердің бірі. Ол UFC 254-тің комейн ивентінде өнер көрсететін болады. Бұл жігіттің карьерасы өзі сияқты да қызық. Кезінде аса ауыр салмақта өнер көрсеткен. Мен ол жерге байқамай түсіп қалғам. Негізі аузыма бір босамайтын еді. Дұрыс тамақтану, диета дегендерді мүлде ойламайтын. Бірақ төйлесу дегенді қатырамыз ғой. Кез келген адамның быт-шытын шығара алатынын білемін. ММА-ның арқасында ағзамды түсінетін болды. Бір елі ауызға, екі елі қақпақ қойып, тамақты ажып, 93 килограммға дейін түскенбіз. Біраз аузына ие бола бастаған қара жігіт ақырын тәртіпке бағынып салмағын түсіре бастады. Ақыры 84 килограммға дейін түсті. Бұл салмақта әлі күнге дейін жеңілістің ащыдығын татқанбыз. We saw him at heavyweight, we saw him at light heavyweight, and look at him now, he is shredded. Where he's been undefeated ever since. Look at the build on this guy, 185, and he is jacked. Oh, he's throwing some bombs. Басында асау салмақта бастаған. Карьера барысында бәрін түсініп, орта салмаққа ауыстым. Бұл салмаққа түсу қиын болатынын білдім. Қазірде оңай болып отырған шама. Осыны білгенмен пайдалы екенін де түсінген болатынмын. Қазір бәрі жақсы. Мен қазір ұрған кезде ауыртып, құлатып, ұйықтатып жүрем. Тепсем, аяғын сындырам. Жерде жатса, быт-шытын шығарам. Осы формула жұмыс істейді. Мен кез келгенді сындырам. Бұл менің супер қабілетім десе болады. Канонира поястың ізіне түскенде, Уитакер орта салмақтың бәрін тізе бүктіріп, поясты белінен тастамай жүретін еді. Ақылға сыймайтын мықтылығымен әлемнің барлық 185 фунттағы батырларының басын түсіп, бірінші атаман болып жүреді. Екі рет Ромеро көкесімен 10 раунд соғысқаннан кейін жағдайы мәз емес бола бастады. Кубалықтың ауыр соққыларының әсерінен бе, әйтеуір Аватардың інісі Адесаниядан таяқ жеп қалды. Бірақ бұл жеңілістің өзінің де себебі бар. Мен жанып кеттім. Ромеромен екінші рет шыққаннан кейін жанып кеттім. Өз-өзіме ұқсамай қиналып жүрдім. Шынымды айтсам, тренировкадан ләззат алмадым. Маған мүлде ұнамайтын болып сезіндім. Қиналдым, өте қиналдым. Не істеп не қойғанымда түсінбей қалып жатқан кездерім болды. Соңғы 5 жылдағы бірінші жеңілісі. Роберттің ойы сансаққа кетті. Бірақ мақсат біреу. Тек қана жеңіс.
Арасында ойнап күлген дұрыс, бірақ керек кезде өзіңді аямай жұмыс істей алу да керек. Біз сол балансты ұстап алуды үйренген сияқтымыз. Мен әлемнің шыңындамын. Мен өзімді өте керемет сезінемін. Қазанның 24-ші жұлдызында канонердің мұрнын бет қылуға дайын.